ертең кетіп, қайтып оралушы болма. Біз қоштастық. Жақсылап қоштастық. Жеттік па, жетпедік па? Алматыма. Аманат айтты ғой, су ішсеңдер де өзіміздің судан ішіңдер. Бұны шетелдік инвесторлардың салтанатты кешіне арнайы шақырылған қағазы. Құрметті Арман және Мақсат. Арман және Мақсат. Сіздер мен үшін алып бақыт деген құстың қос қанатындайсыңдар. Сондықтан екеуіңді бөліп жармай, екі жарты бір бүтін ретінде қабылдаймын. Себебі екеуіңнің күштерің бірлікте. Бірге екі есе мүмкіндікке иесіңдер. Бүгін сіздерді өзім ұйымдастырған кешке қонақ болуға шақырамын. Мына жерге қолыңызды қоясыңыз. Екеуміз бірге барады екенбіз ғой. Бірге қоясыңыздар онда. Мен үшін де қойсашы. Стив бомждар, ай. Жоқ, ештеңе. Мәке, ренжімеш. Кішкене өзі эмоциям кейінгі кезде тізгіндей алмай жүр. Жоқ, мен де артық кетіп қалдым бауырым, айып етпе. Ештеңе жоқ. Бірақ ана самалдан кейін кішкене осындай ашушаң болып кетті. Түсінесің ғой? Түсінемін ғой. Не емештесің? Екеуміздің арамызда бәсеке жоқ. Жоқ, мүлдем жоқ. Түбмен жоқ, түбмен. Нөл десе болады. Сонда не істейміз, кетіп па? Жоқ, кешке кездеспейміз ба? Кешке кездеседі екенбіз. Жақсы. Ал, аман бол, кешке дейін. Жақсы. Армандап жүрсің ғой, сен де? Мінген арманда, мінбеген арманда. Стив Джобс. Талғамы жоқ дейсің бе? Көреміз кімнің талғамы жоқ екені. Бомыз еді маған. Сәлеметсіз бе? Ең қымбат бутик осы ма? Айдос, күзет шақырып кеш. Болмыш кіріп кетті дүкенге. Болмыш? Кім болмыш, а? Кім болмыш? Кім болмыш деймей саған? Кім? Мен болмыш. Мен болмыш. Есіңде болсын. Адамның сыртына қарап, ешқашан сынаушы болма. Киіміне қарап баға беру, ол үлкен қателік. Ұқтың ба? Сен мына жаман киімнің ішінде қанша ақша бар екен білесің ба? Білмейсің. Түсіндім. Ең қымбат киімдерің қай жерде? Мыналарды көріңіз аға, жүріңіз. О, міне. Мынадан көріңіз. Қай жердікі мынау? Итальянка. Италия? Италиян Киталия болып жүрмесін? Жоқ аға, ол не дегеніңіз? Жарайды, алып жүр. Қалайша мұны үшін істеп қойды ғой, Топетон. Қазір мен саған көрсетем көліктің көкесін. Тайеке, айып етпе, я? Ренжіме. Кешіріңіз. Қолыңызды көлікке тигізбеңіз. Әйтпесе ізі қалып қалады. Тағы да бірден айтатын болсаң, сол өз сенің бетіңде қалады, ұқтың ба? Күзет! Мына бомжды алып кетіңіздер. Тоқта. Кім бомж? Мен бе бомж?
Мен болмыш. Кешіріңіз Мақсат мырза, жаңадан келген сатушы ғой. Жайыра ұрмайсың ба, не аны? Кетіп қалды енді. Бос. Ал, көрсет. Қазіргі таңдағы ең хит көлік қандай? Негізі сатылымдардың хиті Қазақстанда құралған көліктерді көп алып жатыр. Несиеге де ыңғайлы. Қазақстанда? Иә. Рас па? Рас. Қызық болсын. Көрейік. Жүріңіз. Мінекей, мынау шетелде құралған. Қуаты? 370 ат күші. Мынау нұсқасы Қазақстанда құралған, эксперименталды. Қуаты? 270 ат күші. 270 ат күш. Аха. 370 ат. 370. Қазақстанда құралған. Дәл солай. 100 ат қайда? Қазақтар жеп қойды ма не? Негізі бекер күлесіз. Оның гибрид түрі қазір үлкен сұранысқа ие. Әдейі қала үшін жасалған. Гибрид. Гибрид. Бастарқыш. Бұлай болсын, бір Германияда жасалған немістің тұлпары бар ма? Бар, әрине. Жүріңіз. Бұл былай жаман емес. Қалай? Керемет таңдау. Бұл ресейлік дизайнер Дана Есееваның тіккен костюм. Бар. Итальянды тап кел. Жарайды. Айтпақшы, сіздей таңдаулы клиенттерге эксклюзивті модель бар. Соны алып келейін. Ресейлік. Мінекей, Мынаған енді сөз жоқ. сізге наса болды. Болды. Алам. Барып, құжаттарды реттей берем. Әлбетте. Айтпақшы бауырым, жақын жерде бір киім алатын жер бар ма? Оны жазып беремін сізге қазір. Ең қымбатын жаз. Әрине. Бауым, жақын жердегі автосалонға апарып тасташы. Bir көлік ала салайын. Керемет көлік үлгісі. Қазір саған көрсетем арман. Иә. Сен келе жатсың ба? Мен осындамын. Тура алдында тұрмын. Сені күтіп олайын деп. Есік алдында күте тұр, бірге кіреміз. Жақсы. Мен жарысайын дедім ба? Арман бала. Қазір мен саған көрсетемін. Бүгін сен менің көлеңкеме батып кетейін деп тұрсың. Өйткені күннің қасында барлығы да көлеңке. Көреміз, кімнің талғамының мықты екен.
сәлеметсіз. Арман? Мақсат? Мынау не? Сен тура мен сияқты келіп алыпсың ба? Кім? Сен? Қайта сен тура мен сияқты келіп ал. Сен мені аңдайсың ба? Мен сені түсінбеймін. Сенің өмірге деген көзқарасың жоқ, содан кейін сен дәл мен сияқты киініп алғансың. Сәлеметсіз. Екеуің бірдей киініп алыңыз. Сен дәл мен секілді киінеді. Ішін киіп көре алмайсың мені. Ана қайта ішке кіргенде ұят болады ғой. Әрине ет болады. Сондықтан үйге бар. Киімді ауыстыр. Тапқан екенсің ақымақты үйге барады. Сәлеметсіз. Көрдің бе не? Елдің бәрі бізге күліп жатыр. Үйге қайта бер. Сен бұрын барып тұрған плагиаторсың. Сен кісі еріксің. О, жігіттер! Алтай Мансұрлы. Құстың қос қанатындай дегенді тура мағынасында түсінеді деп ойламаппын сендерді. Алтайдың ішінде егіз қояндай болдық қой, Алтай мырза. Саламатсыздар ма? Бірақ мен үшін екеуің де бірдейсіңдер дегенім ғой. Енді сондықтан да бірдей болып тұрған жоқпыз ба алдыңызда? Жалпы қалайсыз? Оу, сендер тіпті бірдей сөйлей бастапсыңдар ғой. Енді Жарайды. Жігіттер, Сәлем. мен сендерді жай шақырған жоқпын. Айта беріңіз. Өте ірі инвестор бар. Тәуекелшіл. Керек болса, біраз жерге дейін барады. Қазір ішке кірген соң таныстырамын. Жүріңдер. Айтпақшы, сендер менен кейін кіріңдер, жарай ма? Мен сендерді өзім тауып аламын. көрдің ғой, менімен қатар жүрме. Жүріңіз. Жақсыңыз ба? Жұмысыңыз ретті болсын, аға. Көп рахмет. Керемет киім үлгісі. Көп рахмет. Биылғы жылдың ең үздігі. Былайша айтқанда тренд. Жақын арада бәрі осылай киінеді десеңші. Жақын арада емес, дәл қазір осылай киініп жүрген сияқты ғой. Дәл қазір. Кешіріңіздер. Мақсат? 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 Ой, кешіріңіз. Маған суши бере салшы. Әрине болады қазір. Еттен әбден жалқы. Маған жағаласпай аулақ жүрші. Туна балығы бар ма? Кешіресіз, бізде ондай жоқ. Ренжімеңіз. Маған сұғып бересіз бе? Мына киімді акциямен алғансыңдар ма? Қалайша дәлген? Біреуін алсаң, екіншісі тегін. Рахмет. Не деген күлкілі. Мақсат, қатарласпай әрмен жүрші. Әйтпесе елдің бар екеумізді официант деген деп қалады. Кет дегенде ит те кетеді. Су бере салшы. Газсыз. Әлде сені Ақтөс кет бүкіл халықтың көзінше «Ей, кет» деп айтайын ба? Кешіресіз. Қандай су сізге? Бізде Францияның, Италияның суы бар, Сан-Пелегрино, Барандетто. Олар болмаса, Бағам аралдарының суы бар. Қайсыны аласыз? Маған өзіміздің судан бере салшы. Негізі бізде Қазақстандық су жоқ, тек Франция мен Италия ғана. Қалай жоқ мынадай бір керемет мейрамханада өзіміздің отандық су жоқ па сонда? Мен өзіміздің судан басқа суды ішпеймін. Өкінішке орай, кешіресіз, бірақ бізде ондай жоқ. Сумейім. Егер де отандық су керек болатын болса, дүкенге барып сатып алып, әрмен қарай үйіңе қайта берсең болады. Бір жағынан маған кедергі жасамайсың. Сен оны түсінде көресің. Ал егер тапсамшы. Былай істейік. Сен үйге барып отандық судан ішіп кел, сосын бір жағынан киіміңді ауыстырып келесің. Тапсамшы. Таппайсың. Тапсамшы. Таппайсың. Тапсамшы. Мен бұл мейрамхананы жақсы білемін.
Бұл жерде отандық су жоқ. Онда былай істейік. Егер мен өзіміздің отандық өнімді тапсам, сен үйіңе көзіңді жоғалтасың. Бауырым, сен олай қолыңнан келмейтін дүниені айтпашы маған. Бәстесіміз бе? Жарайды. Бәстесейік. Егер де сен жеңілсең, үйге қайтасың. Егер де сен жеңілсең, сен көзіңді жоғалтасың бұл жерде. Келістік. Бәс. Администратор шақырып жіберші. Әрине. Кешіріңіздер. Сіздерде біздің отандық су бар ма? Өкінішке орай ондай жоқ бізде. Не үшін? Өйткені бұл италиялық мейрамхана, және бізде тек европалық өнім жеткізіледі. Сіздің италиялық мейрамхананың қай жерде орналасқан білесіз бе? Әрине, Қазақстанда. Енді Қазақстанда орналасқан италиялық мейрамхананың ішінде ең құрмағанда қазақтың бір шөлмек суы жоқ па? Өкінішке орай, Қазақстан жерінен шығарылған су біздің мейрамханамыздың стандартына сай емес. Сондықтан бұл біздің мәзірде жоқ. Good evening. It's okay? Бұл біздің мейрамханамыздың қожайыны. Не окей? Біздің талабымызды жеткіз. Бізде тек импортталған өнім шығарылады. Импорт? Сіздер не, шетелден келген өнімді сән көресіздер ме? Жоқ әлде біздің қазақстандық суды болмаса өнімді жақтырмайсыздар ма? Мен түсінбедім. Бұл минералдық қасиеті бар француз суы. Және бұл қазақстандық стандартқа сай. Маған өзіміздің отанда өндірілген суды әкеліп беріңіз. Кешіріңіздер, сіздердің талаптарыңыз орындалатын болады. Okay? Thank you. Окей. Thank you. Көрдің бе? Көзіңді жоғалтуға дайындала бер. Кішкене қысып жіберсең бол, зырр ете қалады. Асықпа. Аяғына дейін күтейік. Мінекей, бұл отандық су. Біздікі емес. Италиянікі. Алып келе беріңіз. Сіз бұны қайдан біліп қойдыңыз? Барлық су бірдей, айырмашылық жоқ қой. Сен өзің мойындап отырсың ғой. Барлық су бірдей. Официанттың сізге құйып тұрған өз көзімен көріп қойдым. Сондықтан маған өзімнің қазақстандық суды әкеліп бер. Жоқ әлде саған қанша төлейін? 5 мың? 10 мың? Мүмкін 100 мың? Stop! Please. Тоқтыңыздар. Құрметті қонақтар, бұл жерде керек емес. Проблема қажет жоқ. Қазақша сайрап кет. Қазақша білесіз бе? Иә, біле. Қазақстанда үлкен бай болу үшін бір нәрсе қажет. Ол тіл. Қазақ тілін білсең, есігін бәрін ашады. Бірақ бұл құпия. Егер соныңыз рас болса, неге мына кісіге отандық судан әкеп бермейсіз? Су, әкең, су. Содан не? Су сұрап, өзіңізге үлкен патриот санап тұрсыздар ма не? Сіздің патриотизм білем. Бір бөтелкі судан аспайды. Су деп неге қайталай бересіздер, мен білем. Түсіндім мен. Өйткені судан басқа еш нәрсе өндірмейсіздер. Жай. Сен не Енді қатты патриоттар болсаңыздар, онда суши жемеңіздер. Онда пицца алмаңыздар. Армани, Гуччи кимеңіздер. Мерседеске отырмаңдар. Мынау бәрі қолыңыздан келе ме? Жоқ. Себебі
шетелден үнемсіз аштан қаласыздар. Көздеріңізді ашып қараңдар. Қазір бәрі импорт. Бауырым, керек болса, өзіміздің қазақстандық өніммен ақ өмір сүре аламыз. Түсіндің бе? What? Бір аптадан кейін өлесіз? Бір апта емес. Керек болса, жарты жыл өмір сүреміз. Тек қана біздің отандық өніммен. Түсіндің бе? А не ішіп, не жеп, не киесіздер? Аштан өліп қалсаңдаршы? О, no. Мен мұнан мойныма алмайым. Сен ол жағынан уайымдамай қой. Аштан өліп қалмаймыз. Ұқтың ба? Пари? Иә? О, Пари! I'm ready! Құрметті ladies and gentlemen, бізде Пари! О, жігіттер! Мен таныстырамын деген ірі инвестор. Осы кісі еді негізі. Бірақ сіздер менсіз де танысып алған сияқтысыздар ғой. Ендеше танысып болыңыздар. Мистер Саймон, Роб Саймон. Таныстық. Енді Алтайым Абсуралы куәгер. Пари! Куәгер болыңыздар. Мына екі джентльмен шетел өнімін қолданбай, тек Қазақстан өнімін тұтынып, жарты жыл өмір сүреміз деп сендіруде. Бәйгелеріңізді тегіңіздер, мырзалар. Жарты жыл? Ары кетсе 2 күн. Тек қазақстандық тауар тұтынамыз дей ме? Ол жоқ қой, немене қалай тұтынамыз? Ол үшін өндіріс орны болу керек. Қажет болса, ашамыз өндіріс орнын. Күлкілі. Тек қана өндіріп қоймай, жарты жылдың ішінде бизнес көзіне айландырамыз. Онда нөлден бастайсыздар. Стартинг капитал $1 миллион. $1 миллион жарты жылдың ішінде $1 миллион айландырамыз. Бәс. Мырзалар, қол алыстық. Демек, бәс шартына келдік. Дәл осы сәттен бастап, шетел өнімдерінен бас тарту керексіздер. Пиджак, Арман, Италия. Керемет таңдау. Бірақ Арман өкінішке орай арманысыз қалады. Болмайды. Вау, белдік, Хуго Босс. Шетелдікі болмайды. Вау! Аяқ киім, Гуччи. Болмайды. Не деген мықты талғам. Бірақ дәл осы сәттен үстіңізде бір шетелдің киімі болмау керек. Шетелдің зұлым өнімдерін тез шеше салсаңыздар. Сонда іш киімге дейін ба? From Kazakhstan?
ал экөөбүз тагы бир ыңгайсыз бәсекеге тап болдук. Бұдан не шығар әлі белгісіз. Бирок бир анагы Арман мен мақсат қатар жүрсе, багынбайтын камал жок.